Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен гүл отырғызатын құмыраны ратангпен тоқудың басқаша түрімен танысатын боламыз. Ол үшін мен мынандай ақ шелекті алдым. Оның үстіңгі жақтарынан паяльникпен тесіп алдым. Мен өлшеген кезде стойкалардың арасын 4 сантиметрға бөлшедім. Ал тескен кезде олардың арасы осы мынандай бір бармақ көлемінде болады. Сондықтан 4 сантиметрға бөлшемей-ақ әр бармақтарыңызды қойып, соның келесі жағын пайт етіп кете берсеңіздер болады, тесігін тесіп. Енді бізге стойкалар бағандарды бірінші кигізіп алуымыз керек. Ол үшін біз бағандардың размерін өлшеп алуымыз керек. Ол үшін біз былай істейміз. Мына тесікке кигіземін. Кигіземін де, мына шелектің астыңғы жағындағы трубочканың көлемі бір қарыс көлемдей болу керек. Сондай қалдырамыз да, қалған жоғарға. Так, мына. Это осындай бір қарыстай астыңғы жағына қалдырамыз. Одан кейін үстіңгі жағын бүктейміз де, осы шелегімізді айналдырып, шелегіміз мынандай бір шелегіміздің осы домалақ бетіндей болу керек размері, ұзындығы. Мына ұзындығы мына осындай болу керек. Астыңғы жағынан мына былай қарай өтеді да, астыңғы жағынан сол бір қарыс үстінен мына шелектің көлеміндей болса, сол трубочкалар бізге жетеді. Енді мен тесіктерді есептеп шықтым. Бізге бұл тоқыма түрімен тақ санды нелер керек, тесіктер керек. Өткен видеода біз тоқыма түрімізде бізге жұп санды жаңағыдай бағандар керек болған. Ал бұл неде керісінше тақ болу керек. Сондықтан мен мына жерде 31 қылып нелерді тесіп алдым, тесіктерді. Енді маған тура осындай 31 баған керек болады. Сол бағандардың бәрін мен қазір кигізіп шығамын. Астыңғы жағы бір қарыстай қалатындай, қалғаны үстіңгі жағында қалатындай кигізіп шығамын. Мұны стойкаларымыздың бәрін кигізіп шықтық. Тоқырдан алдын астыңғы жағы бір қарыс қалатындай қып, қалғаны үстіңгі жағында болатындай қып тексеріп шығыңыздар, әйтпесе үстіне жетпей қалуы мүмкін. Трубочкаларымызды кигізіп алғаннан соң біз үстіңгі жағын артынан тоқимыз. Бірінші қабырғаларымызды тоқып алуымыз керек. Не үшін? Себебі бізде мына жерде бір қарыстай қалу керек қой. Сол неміз бір қалыпты шығу үшін бірінші осы қабырғаларын тоқимыз. Егер артық шығып жатса, былай қарай жылыштар салуға болады. Так, міне мысалға мынау артық кетіп тұр. Қазір бұны былай жылыштып тоқу барысында да, егер артық қалып жатса, жоғарыға қарай тартып көтере салуымызға болады. Так, енді біз негізі мына ақ стойкалармен, ақ трубочкалармен стенасында ақ тоқуға болатын еді, бірақ менде ақ емес, кішкене мынандай сұр түсті, осындай лента сияқты нем бар, ратангым бар. Мен ақ түсті табамадым. Сондықтан мен осындай қабырғаларын осы жаңағыдай сұр түсті ратангпен тоқитын боламын. Так, ол үшін мен пока қимаймын. Себебі біз бір шетінен тоқып отырғандықтан бізге қазірше қиюдың қажеті жоқ. Мен сол рулонды әкеп қойдым да, сол рулонмен бір шетінен тоқитын боламын. Ол үшін мына кез келген жерден немізді, ратангымызды кигіземіз. Тоқыманың уже принципін білесіздер, уже біреу асты, біреуі үсті болып тоқылады. Мына кез келген жерден кигіземіз де. Так, мына астынан шығып тұр, мынау үстінде, мынаның астынан шығып тұрса, мынаның үстінде, мынаның астынан, келесінің үстінен, келесінің астынан немізді, стойкаларымызды жылжытып отырып тоқи береміз. Так, мына көрдіңіздер ме, стойкаларымыз жылжып кетеді. Сондықтан үстін тоқымайтын себебіміз сол. Енді келесі стойкамызды үстінен шығарамыз. Одан кейінгісі астында қалады, келесі стойка үстіне кетеді. Так, келесі үстіне, келесі астына. Осылай стойкаларымызды жылжытып отырып тоқи береміз. Немізді, мына тоқитын немізді, ратангымызды қиып қажет жоқ. Бір неге келгенде өзі қиып отырамыз. Так, ары қарай. Былай мына үстінде қалады, мына астында кетеді. Үстінде қалады, мына астына кетеді. Астында қалады, мына өстіп. Бәрін тоқи береміз қасына жерде. Міне біз біраз жерге дейін тоқыдық, осылай тоқи береміз.
бұл жерде бір ыңғайлы жері стойкалардың өзін көтеріп отырып тоқи береміз. Сол үшін немізді, ротангымызды қимай, рулонды қасымызға қойып, шетінен босатып отырып, әбден біткенше тоқи береміз. Сондықтан бір жерінде бітіп қалып, қайтадан жалғау керек деген нәрсе жоқ бұл жерде, бір ыңғайлысы. Осылай тоқи береміз. Асты-үсті. Сосын мына жерде узорларын байқап отырыңыздар. Егер кейбір жерлерде мысалға екі стойканың үстінен қатарына өтіп кетеді, немесе екі рет қатарына астынан өтіп кетеді. Сол кезде мына узорлары дұрыс болмай қалады. Мысалға ол бәрінде де болады, менде де жаңа бірнеше рет болды, қайтадан сөгіп жіберіп, қайтадан тоқыдым. Сондықтан осыны бізде мына узорда осы бір трубочкамен тоқып жатырмыз ғой. Стойкаларымыздың саны тақ болу керек, жұп болса узор шықпай қалады. Сондықтан соны обязательно ескеріңіздер. 31 стойка бізде. Соны тақ қылдым әдейі, чтобы осындай узорды тоқу үшін. Ал кешегі өткен видеодағы жаңағы қанша стойка болса, сонша трубочкамен тоқитын нелерде оларда наоборот керісінше жұп болады. Мынада бізде тақ болады. Осылай ары қарай біз неміздің шелегіміздің ең соңына жеткенше осылай тоқи береміз. Мына корзинамызды уже аяқтап қалдық. Мына кішкене табанына міне сәл ғана жетпей тұр. Осылай қалдырамыз, себебі біз ары қарай қазір мына трубочкалармен ары қарай бір-екі қатар тоқып аяқтайтын боламыз. Қазір мен мына жерден қиып ішіне кіргізіп жіберсем де болады, немесе паяльникпен кішкене пайдетіп, жапсырып жіберсем де болады. Так, қалай мына осылай қалдырдық. Так, енді қазір бізде мына стойкаларымыз қазір әрқайсысы әртүрлі болып тұр. Бізге где-то бір қарыстай стойка керек, бір қарыстай. Мына соны біз мына қазіргі немізде көтеріп, азайтып, мына жағынан тартып, көп болып кетсе, солай жасап отыруымызға болады. Мына кішіректер болса, ұзын болып кетсе, мына жағынан тартамыз. Кішірек болса, наоборот, бері қарай тартамыз керісінше. Так, енді қайтып істейміз, енді былай істейміз. Мына трубочкаларды былай келесі стойканың ар жағынан шығарып шығамыз, шығарып аламыз бәрін. Так, мына ұзын болып кеткендерді мына жағын тартып жіберіп түзелейміз. Так. Осылай. Осылай тартып шығамыз. Бәрінің артына осылай кигізіп шығамыз. Так. Стойкаларымыз ұзынырақ болса, қысқартамыз. Так, мына жерде мына ұзынырақ. Осылай мен қазір бәрін осылай келесі стойканың артынан шығарып шығамын. Стойкаларды кигізіп шықтық. Енді мына ең соңғы стойканы, мына жер ашып жібереміз де, осы жерге кигізетін боламыз. Так, мына бәрін кигізіп шықтық. Енді келесі ары қарай былай істейміз, кез келген стойканы аламыз да. Мынаны үстінен өткізіп былай. Мына стойканы үстінен өткізіп барып бұраймыз. Мына стойканы да қайтадан осы стойканың үстіне өткізіп бұраймыз. Мына стойканы қайтадан мына стойканың үстіне өткізіп бұраймыз. Мына стойканың астына өткізіп бұраймыз. Так, осылай қайтадан жасап шығамыз. Мына келесі стойканың үстінен өткізіп бұрап шығамыз. Үстінен өткізіп бұраймыз. Үстінен өткізіп. Так. Мына жерде бір стойка қалып қапты қазір. Мына осы тоқымамызды ары қарай жалғастыра береміз. Қайтадан көрсетейін, мына келесі стойканың үстінен өткізіп айналдырамыз. Келесі стойканың үстінен өткізіп айналдырамыз. Келесі стойканың үстінен өткізіп айналдырамыз. Мына стойканы келесі стойканың үстінен өткізіп айналдырамыз астын. Мына стойканы келесі стойканың үстінен өткізіп астынан шығарамыз. Келесі стойканың үстінен өткізіп астынан шығарамыз.
осындай узор болады. Так, солай ары қарай тоқи береміз. Үстіне өткізіп, астынан шығарамыз. Мына осы нені қазір тағы да бір қатар тоқып шықсақ, сонымен біздің неміз корзинамыз аяқталады. Негізі мына уже екі қатар тоққанның өзі бізге жетеді. Үш қатар тоқып қажет жоқ. Енді қалған трубочкаларды қалай қысқартамыз? Кез келген жерден бастаймыз. Мына стойканы аламыз. Мына қысқартуды тағы да көрсетейін. Так, мынау бірінші трубочка болса, мына екінші трубочканы астын ашамыз да, мына ең астыңғы жағынан кіргіземіз. Кіргізіп ар жағына шығарамыз. Мына осылай шығу керек. Мынаны қайтадан мынаны ашамыз да, соны ең астыңғы жағынан кигізіп ары шығарамыз. Сол кезде мына узор әдемі болып түседі. Қайтадан келесін ашамыз. Ең астыңғы жағынан шығарамыз. Қайтадан мынаны ашамыз. Соны ең астыңғы жағынан кигіземіз. Кигізіп ары шығарамыз. Осылай барлық трубочкаларды қысқартып шығамыз. Өстіп бәрін қазір мен қысқартып шығамын. Мына стойкаларымыздың бәрін қысқартып шықтық. Енді бұлардың бәрін екі араға жаққа қарай кіргізіп жібереміз. Корзина мен тоқыманың арасына кіргізіп шығамыз. Так, кірмей жатса, егер тығыз болса жатса, қайшы не пышақтың көмегіне жүгінсек болады. Осылайша корзинамыздың табаны бітті. Осындай узор болып шықты, әдемі. Так, енді үстіңгі жағына кірісеміз. Үстіңгі жағында узоры тура астын қалай аяқтадық, тура сондай узор жасаймыз. Узор жасап, мына жерге дейін кәдімгідей тоқып шығамыз бәрін. Так, кез келген стойкадан бастаймыз, былай қарай. Барлық стойкаларды осылай артынан шығарып шығамыз, келесі стойканың артынан. Мына стойкалардың бәрін осылай артына өткізіп шықтық. Енді ең соңғы стойканы алдыңғы стойканың артынан өткізіп шығамыз. Так, енді келесі қатарда тура сол астын қалай аяқтадық, солай сол тоқымамен тоқимыз. Так, то есть мына стойканы аламыз да, келесі стойканың үстінен өткізіп барып, былай бұра жібереміз. Мына қайтадан көрсетейін. Мына стойканы келесі стойканың астынан үстінен өткізіп барып, былай бұрап астынан шығарамыз. Қайтадан келесі стойканың үстінен өткізіп барып, астынан бұрап шығарамыз. Қайтадан келесі стойканың үстінен өткізіп барып, бұрап астынан шығарамыз. Тағы да келесі стойканың үстінен бұрап астынан шығарамыз. Көрінді ма? Тағы да келесі стойканың үстінен бұрап астынан шығарамыз. Келесі стойканың үстінен бұрап тұрып астынан шығарамыз. Келесі стойканың үстінен бұрап тұрып астынан шығарамыз. Осылайша осы тоқыманың принципімен ары қарай тоқи береміз. То есть бірінші стойка келесі стойканың үстінен өтеді, екінші стойка астынан өтеді. Сөйтіп екеуі айналып барып орын ауысады. То есть бірінші стойка екінші стойканың астынан айналып тұрып өтеді. Тағы да көрсетейін. Стойканың үстінен айналып тұрып өтеді. Қайтадан келесі стойканың үстінен айналып тұрып астына өтеді. Мына осы принциппен ары қарай бірнеше қатар біз тоқимыз.
тағы да көрсетейін, үшінші қатар. Мына стойканы аламыз да, мына қолымызбен екінші стойканы алып, екінші стойканы былай алдыға жылжытамыз. Так, мына стойканы айналдырып барып өзімізге тартамыз. Өстіп екі қолмен істеп отырсақ, былай. Так, мына аяқталған жерге келді, оны ішінен өткіземіз қазір. Үшінші қатарымыз осылай бітті. Ары қарай кете береміз. Қайтадан ішінен екені ауыстырамыз, ішінен екені ауыстырамыз, ішінен екені ауыстырамыз, ішінен екені ауыстырамыз орындарын. Ішінен екені орындарын ауыстырамыз, ішінен орындарын ауыстырамыз. Ішінен орындарын ауыстырамыз. Осылай тоқи береміз. Міне үстіңгі тоқымамызды біттік. Қанша қатар? Бірнеше қатар мына осылай тоқыдық. Енді ары қарай уже тоқымай қойсақ та болады, себебі мына асты жабылды уже, мына астыңғы жағы көрінбей тұрғанша осылай тоқу керек. Енді так, мына артық нелерді шамалы қиып жіберсек те болады. Ал егер қатты ұзын болмай астына сыйып жатса, қимай-ақ осылай кіргізе саламыз. Так. Мұны сәл қиып жіберсеңіздер де болады. Мен қимасам да осылай сыйып жатыр. Сонымен корзинамыз аяқталды. Так, қазір сыймай жатқан жерлері болса, мен все-таки қиып тастаймын мына нелерді. Қиып артық ұзындау нелерді қиып жіберсек болады. Сөйтіп, так, мына ұзындау екен. Осылай мына бәрін осы ненің астына тығамыз. Так, сонымен корзинамыз бітті. Осындай әдемі корзина шықты. Ішінде ешқандай ештеңе көрінбейді. Анда гүл егетін кезде міндетті түрде мына тесіктерін тесіп шығасыздар, су ағатын. Бітті десек те болады. Так, мына осындай әдемі корзина шықты. Сосын, егер мына нелерді, стойкаларды жөндеп шығам десеңіздер де болады. Бірақ жөндемесе де мына осы күйінде де әдемі көрінеді.